Ендігі бүгінгі жаңа сабағымыз 6-шы сабақ. 6-шы сабағымыз о шеші ханүй дейді. Осы сіздердің үйреніп жатқан ханүй дегеніміз Қытай тілі. О шеші мен үйренемін, ханүй Қытай тілін үйренемін. Енді осы 6-шы сабақта сөздер тым көп, өте көп. 30-дан астам сөздер бар екен, қосымша сөздерін қосқанда. Негізгі өзінің сөзі 19 сөз деп қойыпты, бірақ та ортасында кірістірген өзінің қосымша сөздері бар екен. Сонымен бізге 30-дан астам сөздер бар. Мен осы сабақты, 6-шы сабақты сіздерге 3 сабақ қып, или 4 сабақ қып бөліп беремін. Өйткені ол не үшін? Сіздерге кішкене түсінікті болу үшін. Сөздерді көп-көп өте беру міндет емес. Сіздер әрбір сабақты көрген сайын кішкене қайту керек. Өздеріңіз бірдеңе түсінетіндей, жақсырақ, әдемірек түсінетіндей болу керек. Мысалы сөздерді жазып, оқытып, айта беруге болады. Бірақ та енді сіздер бастан бастап оқып жатқаннан кейін кішкене сіздерге түсінікті болу үшін, салмақ болып кетпеу үшін, ауыр болып кетпеу үшін сөздерді кішкене аз-аздан бөліп өтейін. Сіздерге де, маған да тиімді болады. Так, енді 6-шы сабағымыз кешіріңіздер, о шеші ханүй. Алдыңғы сабақта оқығанбыз, 5-ші сабақта оқыдық қой деймін. О шеші ханүй. Ханүй дегеніміз Қытай тілі. Шеші үйрену. Енді жеке сөздеріне түсейік. Бірінші сөз чиңвін. Мысалы, біз сыртта белгілі бір адресті іздеп атамыз, сыртта келе жатып, осыны таба алмасақ, көшеде бір кісілерден сұраймыз. Сонда, мысалы, сіз одан төте барып, сразу, мынау қайда деп сұрамайсыз ғой. Алдымен ол кісінің сізге айтатын айтпайтын білуіңіз керек, барып білетін. Сосын қалай айтасыз, кешіріңіз, немесе өтінем сізден сұрайыншы, сізден сұрауға бола ма? Сол сияқты сөз, бұл жерде чиңвін. Чиңвін. Өтінем, немесе кешіріңіз, сізден сұрайыншы деген сияқты мағына білдіреді. Чиң деген алдында біз өтіп кеттік, ден хыңжы, ти, хың, шу, хың. Алдында кейбір үйреніп, жазып кеткен сөздерімді мен сіздерге қайтадан жаза бермеймін. Өйткені сіздер ол сөзді жазып үйреніп қалыңыздар ғой. Сондықтан він деген сөзіміз шу, ден, хыңжы, ку. Осы хыңжы, кудың ішіне қу ауыз деген, чиңвін. Сұрайыншы, сұрауға бола ма? Кешіріңіз деген мағына. Він деген сөз міне өзін жалғыз беріп қойыпты. Сұрау деген сөз. О, він. Мен сізден сұрайыншы. Сұрау, він. Келесі, бізде фамилияңыз кім деп сұраймыз, Ниңгуишин деп сұраймыз. Сіздің фамилияңыз кім, Гуишин. Фамилияңыз. Бұл негіз әдетте сұрақта болып кетеді өз жалғыз, Ниңгуишин болса, сіздің фамилияңыз кім еді деп сұрай саламыз. Дереу, Гуишин. Гуишин, фамилияңыз, Гуй, кешіріңіз бе? Қазір Гуй, шу хыңжы ку, шу, хың, шу, хыңжы, пе, на, шин, педен, пе, хың, пе, хың, шу, хың. Гуишин, фамилияңыз, кім деген сияқты мағына білдіреді. Гуй. Осындағы шин деген сөз жалғыз өзі фамилия деген сөзді білдіреді. Шин.
Нишин деп те сұраймыз, нишин деп те сұраймыз, иә? Сіздің фамилияңыз деген мағынаны білдіреді, иә? Так, шин. Келесі, жау, шақыру, айту деген сияқты мағына, иә? Мысалы, ни жау шымы меңзі, сіздің атыңыз кім? Иә, ни жау шымы меңзі, сіздің атыңыз кім? Немесе, мен сізді қалай шақырамын? Сізді қалай айтамын? Дейді ғой, иә? Жау. Мына жерге жаза кетейін. Жау. Айту, шақыру деген сөз, иә? Коды жазамыз. Шоужы, шу. Жау. Меңзі, атыңыз. Иә, сіздің атыңыз кім? Дейді ғой, меңзі. Меңзі. Мин, пе, хэн, пе. Ден, коу, міндеді. Мин, күтті. Зы, ден, пе, хэн, коу. Хэн, пе. Шоу, коу. хэн, мин, зы. Келесі. Біз нар деп 5-ші сабақта үйрендік. Нар. Қайда деп, иә, 3-ші томмен айтылады. Нар, анда деген сөз емес, нар, 3-ші томмен. Қайда деп сұрақ қойдық, иә? Енді осындағы жалғыз, мына жерде артындағы нар дегенде, иә ме? Нар, қайда деп оқыдық. Енді осының артындағы арды алып сап, жалғыз өзі на, қай деген ғана мағынаны береді. Қайда емес, қай. Мысалы, қай елдің адамысыз, қай мемлекеттің адамыз, осындағы қай деген тоже қандай сұрақ, е, мына жерде на деп соны жазып кетеміз. Бұның жазылуын көрсетпеймін, сіздер өздеріңіз жазып аласыздар. Келесі, го дегеніміз ел, мемлекет, е, го. Бірінші шоу, хаңжы, коу. Ішінде алдындағы ваң фамилия дегеніміз есімізде бар ма? 5-ші сабақта ваң, е? Ваңды жазамыз да. Жерде бір дені бар. Астында хым. Го, ел, мемлекет. Е? Енді осы ел мемлекетке Чонго болса, Чонго алдында жазамыз, Чонго, Қытай елі, иә? Мэйго, Фаго, Рыго деп ары қарай кете береді. Франция, Америка деген сияқты, иә? Міне бұл бізге 6-ші сабақтың 7 сөзі, иә? Енді осы сөздердің оқылуын көрейік, иә? Чинвен, чинвен. Өтінем, сұрайыншы, е? Чинвен. Вен. Вен. Сұрау. Вен. Гуйсин. Гуйсин. Фамилияңыз кім, е? Гуйсин. Син. Син. Фамилия. Жау. Жау. Шақыру, айту. Жау. Міңзі. Міңзі. Атыңыз. Міңзі. На, қай, на, го, ел, мемлекет, го, чинвен, чинвен, вен, вен, гуйсин, гуйсин, син, син, жау, жау, 名字，名字，哪，国，国。请问，өтінем сұрау, е? Вен, сұрау. Гуйсин, фамилияңыз кім? Син, фамилия. Жау, шақыру. 名字, атыңыз. На, қай, го, ел, мемлекет. Міне бұл 6-ші сабақтың бастапқы 7 сөзі. Сіздерге осы 7 сөзді жақсылап, оқып, жазып үйренеді деп сенемін.
Енді келесі саатта ары қарай тағы да жалғасты сөздері бола береді. Жақсы, сау болыңыздар. Зайчен.